Мектепке дейінгі білім берудегі ұлттық мәдени құндылықтар негізінде мектепалды даярлық тобындағы балаларға патриоттық және ұлттық тәрбие беру. Орындаған Жанай Назгүл, 12.01.19 тобы. Қабылдаған Аяпова Бақыт. Кіріспе. Болашақтың іргетасын салатын бала әуелі отбасында, содан кейін мектепке дейінгі мекемелерде, одан мектепте қалыптасатыны баршамызға белгілі. Бүгінгі қоғам мүддесіне лайықты, жан-жақты жетілген, мәдениетті, ұлтын сүйетін, дені сау азамат өсіру отбасының, балабақшаның, жалпы халықтың қасиетті борышы екені баршамызға мәлім. Бүгінгі біздің басты парызымыз болашағымыз болып табылатын балаларға үлгі-өнеге, тәлім-тәрбие беру. Патриоттық сезім ұлт рухының деңгейінің айнасы. Патриоттық тәрбиені қалыптастыру үшін алғышарттар пісіп жетілуі керек. Сол алғышарттардың пісіп жетілуінен сабақтаса, адамдардың сана-сезімі артып, жаңа құндылықтарды, оның ішінде отаншылдық сезімді бойына молырақ сіңіретін болады. Сан салалы оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру. Бірінші, қазақ халқының педагогикасы арқылы жас ұрпақтың отансүйгіштікке ынталы болып қалыптасуына мүмкіндік беру. Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге үйрету. Қазақ халқының әдет-ғұрпын, салт-дәстүрлерін үйретуге, мәдени мұрасын қастерлеуге, оны сақтауға ынталандыру. Батыр бабалар дәстүрлерін үлгі ете отырып, жас ұрпақты патриоттық, ерлік, қаһармандық рухында тәрбиеленген азамат қалыптастыру. Ертегі тәрбие құралы. Қазақ ертегілерінің не үшін қажет екенін әдебиет зерттеушісі, ғалым Ахмет Байтұрсынов ертегінің қадірі қанша деп сұрағанда керектігіне қарай жауап беріледі. Ертегінің керек орындары мыналар. Халықтың ұмытылған сөздері ертегіден табылмақ. Олай болса, ертегі тіл жағынан керек нәрсе. Бала әдебиеті жоқ жерде баланың рухын, қиялын тәрбиелеуге зор керегі бар нәрсе. Баланы қиялдауға, сөйлеуге үйретеді. Бұрынғылардың сана саңлау, қалпы салты жағынан дерек берумен керегі бар нәрсе деп айтқан болатын. Қорытынды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, егер біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің мемлекетімізді ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз келсе, онда халық руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн деген. Оған барар жол халық даналығының негізінде жатыр. Қазақта мынадай мақал бар. 7 тасын білмейтін ер жетесіз, 7 ғасыр тарихын білмейтін ел жетесіз. Осы орайда айтарымыз, тек 7 ғасырмен шектелмей, жалпы ұлттың тарихын біліп, соны зерттеу керек. Бүгінгі кішкентай бала, ол ертеңгі ел азаматы.